Құрметті пайдаланушылар, бүгін біз күнделік жүйесі арқылы бейне сабақтарды жасау нұсқаулығын ұсынамыз. Бейне сабақты жасау үшін күнделік жүйесіне кіргеннен кейін күнтізбелік жоспарға кіру керек. Әрі қарай сабақ тақырыбы жазылған жерде онлайн бейне сабақты жоспарлау батырмасына басу. Бейне сабаққа кіру батырмасын басқаннан кейін Microsoft Teams қосымшасын орнату керек. Қосымшасы орнатылғаннан кейін қосымша терезе ашылады және оның ішіне кіруге арналған поштаны енгізу қажет. Поштаны алу үшін күнделік жүйесіндегі парақшаның параметрлеріне кіру керек. Әрі қарай ашылған бетте электронды поштаны көшіріп, оны Microsoft Teams терезесіне енгіземіз. Енгізгеннен кейін қосымша терезе ашылады. Оның ішіне күнделік сайтының пайдаланушы аты және құпия сөзді енгізгеннен кейін кіру батырмасына басып, Microsoft Teams-тің терезесі ашылады. Қосымша сәтті орнатылды. Енді бейне сабаққа өту үшін қайтадан күнтізбелік жоспарлауға өту керек. Ашылғаннан кейін алдын жасалған сілтеме арқылы кіріп, бейне сабақты өткізуге арналған бөлме ашылады. Әрі қарай компьютердегі дауысты орнатып, «Присоединиться сейчас» батырмасына басамыз. Бейне сабақ сәтті жасалды. Әрі қарай оқушылардың қосылуын күте тұру қажет. Қосымшаны орнатып болғаннан кейін келесі сабақтарда оны қайта жүктеудің қажеттілігі жоқ. Келесі сабақта сілтеме жасалып болғаннан кейін қосымша автоматты түрде ашылады.